Алла сақтасын бауырлар, қиямет жақындап келе жатыр негізінде. Қиямет жақындаған кезде осындай шайтанның уағыздары көбейеді бауырлар. Алла тағаланың миссиясы бітті, балық дәуірінен кетті, жіберіңдер деп тұр. Қиямет жақындаған сайын мына руханият, иманды адамдар ақырындап кете береді екен өзі. Расулаллах айтады, дін ғарип болып келді, ғарип болып кетеді деген ғой. Мұсылманның пайғамбары Мұхаммедтің қазақтың сүйікті пайғамбарын деп айтуына ешқандай негіз жоқ. Дін бейтаныс халде келді үмбетке дейді. Сөйтіп бейтаныс халіне кете береді дейді. Швецияда тағы да қасиетті Құран өртелді. Байқасаңыздар, жыл өткен сайын дін ұстану оңай болып жатқан жоқ ешкімге. Айда 60-қа жуық оқушы бастарына орамал таққандар үшін әлі сабаққа бара алмай жүр. Барған сайын дінді ұстану қиын болып жатыр. Оны да айтып қойған Расулаллах. Сондай заман келеді, шоқты ыстығаннан да ауыр болады деген ғой дінді ұстану.